Отбасында да кішкене не себептен, себеп сен көрінген нәрсеңе қызығатын адам болмау керексің уже. Сен Нұржанның жағдайына кіру керексің. Нұржанның өзінің ойлағаны бар. Себебі барлық әрекетті еркек жасайды. Өздерің айтасыңдар ғой, жауапкершіліктің бәрі еркекте деген сияқтышы. Енді Нұржан барлығын істеу керек екен деп асығып барлығын істеп, ертең одан да опық жеп қалғысы келмейді. Сол себептен сен кішкене наоборот Нұржанның ығына жығылып, Нұржан қалай былай. Сен Нұржанды ғана естісейші, қалған адамдар сырттан айта береді, сынай береді. Оның барлығына әсер ететін болса, ертең сендер тағы да ұрысып екі жаққа кетесіңдер. Сол себептен асығыстық керек емес. Нұржанның жасап жатқаны әр нәрсесі өзі ретімен деп ойлаймын. Баласа ханым, бұл жерде Ақеркенде түсінуге болады деп ойлаймын да. Нұржан кейде бір дөрекі түрде айтады да ол нәрсені. Мен емес, ойбай, Құдай сақтасын деген сияқты бір андай бір әзір емес деп бір қатты-қатты айтып жібереді да, бірақ Ақерке түсін қазір емес, болашақта кішкене болып жатады деген сияқты, жұмсақ түрде, ол міндетті түрде болады деген сияқты бір Ақеркенің көңіліне бір сенімділік ұялату керек сияқты көрінеді. Өйткені кейде Нұржан бір дөрекі түрде айтады және өзіне білінбейді. Ал Ақеркенің көңілі өте жұмсақ, ол өте сондай эмоциялы қыз да, сентиментальная. Сол үшін көп жағдайда сол сөздері батып кеткендіктен жылап қалады. Ал негізінде енді мына жерде Ақеркені ғана кінәлаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Нұржанның да тарапынан кішкене бір өзін жұмсақ жағынан көрсете білсе деген ой. Иә, ол Ақеркені кінәлап жатқан жоқ. Бұл жерде қыз ойланып үміттеніп қалмасыншы деген оймен ғана айтам. Кейде күліп айтам, кейде дөрекі айтам. Сен тура сол дөрекі айтқан кезде көріп қалғансың ғой. Бірақ Айдана саған айтайыншы, мен 30 жасқа дейін Ақеркені бұл жерде отырғызбаймын сен қысатып. Мен алып кетемін 30 жасқа дейін. Ішінде бірден ашамыз, қымызбен басталады. Ама бүкіл клубқа барып, қыздар, жігіттерін алып, шот деген бар ғой, ұзаған достарды әкеп береді ғой. Бұл жерде қымыздың шоты бар екен. Шот. Мен орысшама не алмақ қой сен өзің, менде мягкий знак жоқ, сразу айтайын, шот бұл. Осындай күшті мына жердің атмосферасы ұнады. Қазір тамақтарға тапсырыс беріп қойдық. Қазір келеді, келгеннен кейін бір пісіріп шығатын боламыз. Достар, біздің тапсырысымыздың бәрі келді, бірақ нан қараңыздаршы. Мына қуырдақты қараңыздар. Кәдімгі нанның үстіне нан іздеп әуре болмайсың. Міне қазы мен бургер де келді. Қазы мен пиццамыз келді. Міне сірнеміз келді. Маған бұл жердің кәдімгі ыдыстары қатты ұнап жатыр да. Кәдімгі сыртынан шығып кетпейді. Айдана өзің түсірші міне. Мына ыдысты қараңыздар. Жаңа қазы мен паста деген осы міне. Неше түрлі манекендер көргем ғой негізі мен бұл өмірде. Бірақ бүйтіп созылып тұрған манекен бірінші рет көріп тұрмын. Кәдімгідей разминка жасап жатыр ғой. Көрсе қолдарын. Олар бәрі спортсмендер ғой. Ал достар, қалайсыздар? Бүгін бір күшті жерге келдік, бірақ қасында Әуежан жоқ. Жарайды енді. Өзіміз келдік, кішкене көрейік деп водопадқа келдік. Енді мен ананы бірінші TikTok'тан көрген кезде мына жерге точно бару керек деген. Бірақ енді ана қызыл көйлектегі сияқты ойлап жатқан жоқпын, қызыл көйлекте кішкене реальность ожидание болып қалды. Мына жақта ондай ожидание болмасын деп, жарайды, не болса да нормально болып қайтайын дедім. Енді достар, мына жақты қараңыздаршы, джунгли болып тұр ғой, қара. Баршаңызға қайырлы кеш. Біз Шымбұлақтан шығып, енді қазір Тиванаға келіп қалдық. Білесіздер, Алматыға келген кезде обязательно бұл жаққа келіп кету керек, потому что менің керекті барлық уходовый, декоративный косметикамның барлығын осы жақтан аламын. Мен өзім де артқа тұрмын ғой, білдірмеші. Давай. Бабушка? Айтшы. Мен біреуін таппадым. Айт. Кабриолет. Бір сөз айтшы. Кабриолет. Таблетка? Кабриолет. Асып айтшы, бөл. Кабриолет. Сен демаласың ба? Жұмыс істемейсің да қоса? Еш нәрсе істемеймін, просто ауаны демалып жүрмін. Болды ғой. Сөйтіп шығарамын ғой арттан. Балидағы соңғы сағаттарымыз, біз вилламыздың алдында осылай бассейнде жүрмін, қимай жатырмын. Кстати, біздің вилланың есік алдында манго өседі екен. Прям ағашымыздың үстіне есік алдында манголар түсіп жатыр ғой, представляете. Сол мен бассейнге түсіп, наслаждаться етіп жатырмын. Қазір бізде 6 болды сағат 9-да үйден шығамыз. Түнгі 12:50-де бізде самолет Шанхайға. Шанхайда 8 сағат боламыз, и ары қарай Қазақстанға кетеміз. Ертең түнде келеміз ғой, примерно сонда.
күйеуімен ұрсып қалдым дейді. Енем үнемі баласын жақтайды, не істейін дейді. Бүйтесің, келесіде күйеуіңмен ұрсып қаласың ғой, енең ана баласын жақтап жатқан кезде сен шешең шақыр. Шешең сен жақтайды, енең баласын жақтайды. Сосын енеңе барасың, айтасың, қалай екен? Ал, қалай екен? Күшті ме? Дейсің. Болды. Осы бар ғой, именно бір прикол видео бар ғой. Қазақтарда әйтеуір жаңағы не деп күйеу мен әйел керіссе деп ана күйеуінің шешесі тұрады да қапталында бүйтіп жаңағыдай не дегендей қылып. Сондай ұратын күйеуді кешіріп бала үшін деп өмір сүру дұрыс па дейді. Ал жақсы, сен кешіре бересің де. Кешіре берген сайын андай ғой, адам бұға берген сайын сұға береді дейді ғой. Ол сен кешіргеніңді көреді, сосын сені төпелеп ұра береді, ұра бергесін бір күні бір жеріңді жазым етіп қойса. Жазым етіп қойып, енді құдай сақтасын, әрине енді, бірақ жаман айтпай жақсы жоқ деген сөз бар. Мысалға, сен өмірден өтіп кетсең, сол жағы сен бала үшін өмір сүріп келдің ғой. Сол балаңа әрі қарай дұрыс тәрбие беріп, сол балаңды ұрмай, соқпай, нормальный адам қылып өсіретініне сен уверенсің ба сол күйеуіңнің? Қаныңды көбейтетін ең күшті витамин ішпейсің, туға күш керек, ұмытпа дейді. Оны білем, айналайын, ақ патша. Мен де жалпы елдің ортасында отырмын деймін да. Алдында анализдерімді тапсырған кезде қаным жоғары, барлығы жақсы болған. Оказывается, соңғы бір ай қалғанда уже жаңағыдай баланың дүниеге келуіне бір ай қалған кезде көбірек алады екен витаминді деген. Мен негіз қаным барлығы жақсы болып тұрған. Алдыңғы беременсіз қарағанда осы беременсіз жағдай басым айналып, онда ештеңе болған жоқ. Алдыңғы беременсізден талай басым айналып, қайта угроза болып, деп құлағам төрт жаңағыдай патологияға жатып шыққан угрозамен. Осы жылы онда ештеңе болған жоқ, потому что витаминдер барын толыққанды ішіп жүрмін. И соңғы бір айда, тем более енді мынау енді ер бала ғой, мен кәдімгі жыл сайын көтеріп жүрген ештеңем жоқ қой. Соңғы бір ай қалған кезде көп алады екен кәдімгі энергия мен витаминді. Салта, какой ваш любимый аромат в парфюме? Хочу себе на НГ подарок, доверяю вам, дейді. Ну, знаете, я не такая вот современная, да, ну, в основном сейчас современные девушки, балда, фрига, вот такие, все это, да, пришиковывает, да, шиковывает, в общем, сашат, да. Но мне нравится Эклат Ланвин, Мистер, и все. Так, и еще, так, Живунчи, кажется, да, вот это розовый флакон Живунчи, да. Я уже забыла. Но в основном я Мистер и Эклад всегда шиковые, и все. Ну, я не современная, сразу скажу. Мне современные ароматы не очень-то нравятся. Мне... С утра біз базарда жүрміз. Базарға вообще келмеді екен мен деген. Кәдімгідей шаршап қалдым. Бұйыртса енді тойдың шаруасымен қолымызда деген пакет. Мақта пловно. Бүгін менде өте ауыр күн болайын деп тұр. Примерка, танцы, сосын шоуға дайындық. Қасыма қайын ағамды алдым, короче.